шетке кесіп шетке алып отырамыз. Сонда жайылады. Жайылады. Тұзда. Жал-жая, жалдың майы, жал-жая. Бұны тұзға көп ұстаймыз. Полностью тұзға, 2 пашка тұзға жалдың майын көп ұстаймыз. Сөйтемізді кепкені ілеміз бұны. Өте не болады. Бұл не ғана 1 пашка тұзға үсті көп ұстаймыз. Екінші пашка тұз берді. Көмеміз. Осыны тұзға пісет. Содан іліп кептіреміз. Сонда сап-сары жал-жая, сап-сары тұзды болып әдемі болып шығады.